Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен өте дәмді, оңай жасалынатын орешкидің рецептімен бөлісетін боламын. Егер де жаңа оқырман болсаңыздар достар, менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Қажетті заттарды описание бөліміне қалдырып кетемін. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқамызды, оның үстінен құм шекерімізді салып, венчикпенен араластырып аламыз. Оның үстінен ерітілген сары майымызды құйып араластырамыз. Келесі ұнымызға разрыхителімізді салып араластырып, майымыздың үстінен құйып, қолымызбенен қамыр илейміз. Бізде осындай қамыр пайда болуы қажет. Енді бетін жауып, 10 минутқа холодильникке салып қоямыз. Бізде 10 минут өтті. Енді осылай пешімізді қыздырып, орешкиларымызды жасау үшін осылай қамырларымызды домалақ-домалақ етіп орналастырып шығамыз. Бетін жауып қоямыз. 3-4 минуттың ішінде осылай өте сүйкімді, өте дәмді, қытырлақ болып шығатын орешкилеріміздің корждары пісіп шықты. Қалған барлық қамырларымызды осылай орналастырып шығып, пісіріп аламыз. Артық бөліктерін осылай қолымызбен кесіп алып тастаймыз. Енді осылай вареный сгущенкаларымызды ортасына жағып, бір-біріне жабыстырып қоямыз. Достар, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Бір жасағаннан шығатын рецепт. Осымен біздің өте дәмді, өте қытырлақ болып шығатын, оңай жасалынатын орешкилеріміз дайын достар. Барлықтарыңызға ас болсын.